Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен мен Айна ханым. Бүгін ниет тақырыбын айтып берейін сіздерге. Жалпы бізде мынандай не болады екен. Бізде адамдар жаңағы Алланың разылығынан бұрын адамның разылығын ойланған кезде деградация, сіздің ісіңізде жаңағы шатасу деген болады. Ісіңіздің алға баспауы, қайта сол істе сынала беруіңіз, осының барлығы ниеттің дұрыс болмауынан болады екен. Сіз бірдеңеге ниет еткен кезде, мысалы, адамның мәртебесін, адамның көңілін, адамның құндылықтарын Алланың құндылығынан жоғары қойып қоятын сәттер болады. Біз өзіміз байқамаймыз. Біз автоматика жаңағы ойбай ана кісіден ұят болмасын, көңілі қалып қалмасын. Сол бір жол маған көмектесіп еді, мен соған көмектесіп жіберейін деген бартер есеппен жасау арқылы біз ниетімізді басқаша қылып аламыз. Ал егер біздің ниетіміз әрқашан Алланың разылығы үшін деген болатын болса, онда біз әрқашанда биік тұрады екенбіз. Мысалы, біз біреуге жақсылық жасаймыз, көмектесеміз, бірақ артынан бір сөгістер естіп жатамыз, минус естіп жатамыз да, тағы да обсуждениеға барамыз. Жасап жатсам да жақпайды. Сіз келінсіз, допустим, біреудің үйінде. Жинайсыз, тазалайсыз, бірақ сіздің еңбегіңіз көрінбейді, еленбейді. Сіз бір жерде жұмысшысыз, көптеген артық ауыс жұмыстардың барлығын істейсіз, бірақ конце концов сізде благодарность, сізге деген құрмет болмайды. Бұның себебінің барлығы адамдарға жағыну, адамдарға деген ниет болып кеткен кезде. Тіпті садақа берудің өзінде кейбір адамдардың садақасының жауабы тез қайтты қандай болып жатады. Кейбір адамдардың дұға тілектері тез қабыл болып жатады. Неге? Өйткені мынандай екен да, адамдар біз оқып алғанбыз, үйреніп алғанбыз, садақа берсең берекең артады, садақа берсең жаңағы қауіп-қатерді қайтарады, садақа беру жалпы жақсы деген бізде бір түсінік бар. Арғы негізгі түпкі мағынасында Алла сенің разылығың үшін осындай жатқа садақа беріп жатырмын. Сен осының маған хайыр берекетін берекелі қылып берші деген бізде ниет тұрмайды екен да. Біздің ниетіміз қалай болып кетуі мүмкін? Біздің ниетіміз садақаны көбірек беріп жүрсем, байымын. Садақаны көбірек беріп жүрсем, мен деген нәрсе көбірек алынып қояды да. Сол кезде адамдарда не болады екен. Сондықтан өте маңызды дүние ниет. Ниетті әрқашан Алланың разылығы үшін деп дұрыстап жүріңіздер. Адам барлығымыз қателесеміз, ұмытып кетіп жатамыз, ойымыздан шығып кетіп жатады. Әрқашан ойыңызға түсіріп жүріңіз. Ойыңызға осы нәрсені егер мықтылап тұрып, ереже қылдырып алатын болсаңыз, иншалла өміріңізде көптеген өзгерістер болады. Сондықтан пайдалы болсын деген ниетпен